Қызыл тілден қырамбаптап ұшырған мәселе ұжымының енді қаузайтын тақырыбы коронавирустың залалы, жаңа технологияның алабы десе де болады. Яки Zoom. Zoom конференция, Zoom жиналыс, Zoom сұхбат, Zoom сабақ. Бетпе-бет жүретін жиынның бәрі қазір Zoom деген үш әріпке сыйып кетті. Құдіреті неде десеңіз, заманына қарай заңы, тоғайына қарай аңы. Яки COVID-19 адамзаттың алға қойған мақсаттарына білгенін істеген кезде біз тығырықтан шығудың амалын іздеп сабылдық, таптық. Алғашында жер басып жүрген 7 миллиард адамды 4 қабырғаға қамаған дерттің келгеннен кеткені тез болар деп онлайн өмірге қырын қарағанымыз рас. Беріспеуге тырыстық. Қол алып, амандасып, қарсы отырып, жиын жасап, сабақта қатар отырып, бұйым жасап, бәрін бұрынғыдай көргіміз келді. Алайда ақыры адамзат көнді. Парсының мақалымен айтсақ, заманың сенімен келіспесе де, сен заманыңмен еріспе. Беріспейміз дегенмен, керіспей Zoom деген қосымшаны алдық. Біздің балалар мектепті, жоғары оқу орнын онлайн оқи бастады. Көзіңді ауыртасың, компьютерді ұзақ отырма, оянда мектепке жөнел деп тәртіпке салатын баламызға енді мектепке бармашы айналайын. Компьютердің алдында ұзағырақ отыр, асықпай сабағыңды түсініп ал деп бәсең дауыспен сөйлейтін болдық. Бірақ әлем желі дегеннің әлем әлем екені әуел бастан белгілі. Соның сорақсын жуырда елордалық ана елге айтты. 5-ші сыныптағы баласы дәл осылай сабақ оқып отырған ғой. Сөйтсе математика сабағының үстінде мониторға 18+ яки ұятсыз кинолар қосылып кетпесі бар ма? Оқушы аң-таң, атана ашулы, ұстаздар бізден кінә жоқ деп аттон ала қашты. Білім басқармасы полицияға жүгінді. Қысқасы, қысқа киетіндерді көрсеткен қысқа ойлайтындардың кесірінен сабақ оқитын Zoom зор сынның астында қалды. Сұмдық үні жеткен жерлердің бәріне барды. Біз зерттедік. Сөйтсек, бұл Zoomның алғашқы ағаттығы емес екен. Ұлыбританияның Плимут қаласында Zoom арқылы фитнес жаттығу жасап жатқан 60 адамға балалардың қатысуымен түсірілген ұятсыз кино қосылып өшпей қойған. Масқара. Өкініштісі, қарт құрлықтың тәртіп сақшылары қатенің қайдан кеткенін, айыптының айналадан болмаса айдаладан келгенін ұқпайды ал. Көктемде өктем келген дерттің салдарынан онлайн өмірге көшкенде таптырмас құралға айналған Zoomның өте қауіпті жүйе екенін мамандар жақсы ауып айтып келеді. Оған дәлел ретінде атақты Google корпорациясының Zoom'ды пайдаланудан басы бүтін бас тартқанын айтса болады. Тағы бір дерек. Мамырда ресейлік хакерлер Zoom'ды бұзып желі арқылы 500 000 қолданушының мәліметтерін сатып жіберген. Ол жерде адамдардың электронды мекен-жайы, құпия сөздері, чаттары, бейнеконференцияларға арналған пин-кодтары бәрі кетті. Жаңа технология дегенге жаны құмар Илон Маск сол кезде былай депті: мен ұшатын автокөліктерді жасаймын. Ол түк те қиын емес. Тек артық дыбыссыз әрі қауіпсіз етіп жасау қиынырақ. Zoom'да солай. Жасауын жасап қауіпсіздігін әр қоғамның өзіне тапсырып қойғандай. Бірақ бұл жайттар әлемді желіге жалғағандарға аса қатты соққы болмаған сыңайлы. Өйткені қыркүйектің 1-ші күні бәрінде сабақ басталғанда Zoom'ның негізін қалаушы Эрик Юань бір тәулікте 5,2 миллиард доллар табыс тапқан. Ал керек болса, табыс пен талап туралы қазір сюжетте толық айтамыз. Бұл масқара фактілердің бергі жағы ғана. Тағы бірі мынау. Бұл арсыздық. TikTok деген желіде ұлыларды мазақ қылған арсыздың әрекеті. Ахметтің тілімен айтсақ, біз әуелі елді түзетуді, бала оқыту ісін түзетуден бастауымыз керек. Бірақ бұл білім жүйесіндегі біліксіздіктің нәтижесі емес. Осындай роликті жасаған баланың оның түрін көргенде шығарсыздар енді желіден. Мұның ата-анасының ақылсыздығының салдары. Әйтпесе қазақтың бүгін үшін, Алаштың болашақ үшін қара басын қиып берген ұлы тұлғаларды келемеж қылуға тырысу сау адамның әрекеті емес. Ақылсыз ата-ананың арсыз баласының бұл бейнероликтері ашуыңды келтіреді. Әрине, бірақ одан біздің ұлылардың биігі аласарып қалмасы белгілі. Әр заманның өз ауруы болады. Мұнауда ақылдың ауруханасына мұқтаж адамның жасаған тірлігі. Бұл үшін біз емес, бетсіз бейнеролик жасаған баланың ата-анасы, туған туыстары ұялу керек. Өйткені тарихтағы тұлғаға құрмет көрсетпеген адам ертең ет жақындарын жақсы көріп оларға жанашырлық таныталмасы анық. Бұл бейне жазбаны көрсетсек пе, көрсетпесек пе деп біз де ойландық алдында. Кеңестен кейін көрсетеміз дедік. Өйткені ақылсыз баланың ата-анасы мен жақындарына аяқасты ақыл кіріп, адасқан ұрпағын жөнге салуға тырысар деп. Біз оларды аяймыз. Тарихқа тіл тигізген тентекті тезге салар адам табылар. Әйтпесе адасқан ұрпақтан адал ұрпақ тарай қоюы екі талай. Хош,
Тілге тұздық болған TikTok Қытайдың ойлап тапқаны. Douyin деген атпен 2016 жылдың қыркүйегінде ашылды. 2018 жылы Musical.ly әлеуметтік желісімен бірігіп TikTok болып тарады. Қысқа уақытта әуені бейне жазба салу мақсат. Табысы толағай. 2019 жылы желіге желімдей жабысқандардың арқасында TikTok $300 миллион тапқан. 2020-2021 жылдары өсімді $6 миллиард жеткізуді көздеп отыр. Бұған біздің жастар құмарақ. Құрметті көрермен, сіздің балаңызда TikTok-шыл болса, мені тыңдаңыз. 2018 жылдың ақпанында Америка Құрама Штаттарының Федералды сауда комиссиясы TikTok-қа $5,7 миллион айыппұл салды. Себебі олар 13 жасқа дейінгі балалардың жеке мәліметтерін ата-аналарына айтпай жинаған. Ол олма. 2019 жылдың желтоқсанда Америка армиясы сарбаздарының бәріне TikTok-ты пайдалануға тыйым салынды. Өйткені бұлар тұтас елдің қауіпсіздігіне нұқсан келтіретін мәліметтер жинай бастаған. Ал 2020 жылдың 3 шілдесінде ақш президенті Дональд Трамп TikTok 15 қыркүйектен бастап Америкада толық сөндірілетінін айтты. Тиісті құжатта дайын. Әне керек болса, ән салып би билеп жүріп тұтас елдің қауіпсіздігіне қатер төнетінін Америка аңғарды. Өзгелер де әрекет етті. Мәселен, Үндістан 2020 жылдың маусымында өз елінде TikTok-ты түнмен сөндірді, қолдануға тыйым салды. Ал бізде бұлай. Әлемдік пандемия сандық технологияларды кеңінен пайдалану. Біздегі оқиға бұлай. Жақсы, бұл Қарағанды облысындағы Жайрем кентінің әкімі Аланғазы Нәукен биін көрдіңіздер. Қол астындағыларды жинап алып TikTok түсірді. Тәртіптік жазаға тартылды. Замана көшінен қалмайын дегені шығар. Менің бейші әкіммен басқа да әріптестеріне айтар басқа ұсынысым бар. Замана көшінен қалғыларыңыз келмесе, әрқайсыңыз өздеріңіз басқарып отырған өңірді әлемдегі ең озық елді мекенге айналдырып жіберіңіздер. Тұрғындары тоқ, жұмыссыз жоқ, бәрі үйлі, көпшілік күйлі болатындай жағдай жасаңыздар. Міне, TikTok-тың көкесі осы болады. Әйтпесе әкімдерді ешкім бейші бол деп тағайындаған жоқ. Тақырып тізгіні Мақпал Сержанқызында көрейік. Әлемдік пандемия сандық технологияларды кеңінен пайдалануға мүмкіндік беріп отыр. Жұрттың бәрі жасы бар, кәрісі бар, үйден оқып, үйден жұмыс істей бастады. Адамдардың көбінің пайдаланатыны қазір Zoom платформасы. Бүгінгі таңда Zoom платформасы ғаламтордағы жаңа бренд әрі тренд. Сақтық шаралары күшейтілгелі, туған күн, түрлі бас қосулар, той-томалақтың өзі де осы Zoom арқылы өтеді. Сәлем! Zoom кеңінен таралғалы платформа жұмысын тексеріп, бақылайтындар саны өскен. Биыл көктемде ақш Сенаты және Германия сыртқы істер министрлігі оның қауіпсіздігіне күмән келтіріп, қолдануға тыйым салды. Әлемге әйгілі NASA, SpaceX, Google сияқты ірі компания қызметкерлері Zoom-ды мүлдем қолданбайтын болды. Бұған себеп көктемде Zoom арқылы жазылған мыңдаған жазба ашықтан ашық ғаламторға, оның ішінде YouTube пен Vimeo сияқты әлеуметтік желілерге тарап кеткен. Онда жеке мәліметтермен қатар компания деректері тіпті қаржылық құпия есеп шоттары жария болды. Бұған қоса бастауыш мектепте өткен сабақ бейнетаспалары, оқушылардың жеке деректері, дәрігерлерге жасалған қоңыраулар, науқастардың телефондары желі арқылы жұртқа тарап кеткен. Стартап болғандықтан әрине қауіпсіздік жағынан сұрақтар болған. Бірақ осы бірнеше ай бұрын Zoom компаниясы IT сервистерін тоқтатпағанда дамуын тоқтатып, қауіпсіздік мәселесін жоғары көтеріп дайындалды. Алғашында әлемде қашықтан оқу жүйесі басталғанда ақш, Италия, Жапония елдері жаппай осы платформаны пайдаланды. Бұдан бөлек тағы 19 мемлекеттің мектептері тегін платформаны қолданған. Сөйтіп 84 мың мектеп Zoom арқылы байланысқа шығатын болды. Жастар тіпті әзілдеп, біз Гарвард, Оксфорд, Кембридж емес, Zoom университетінің студенттеріміз дейтін болған. Бірақ тегін Zoom-ның көпшілік білмейтін қитұрқылары көп екен. Олардың лицензиялық системасы қалай? 45 минутқа дейін конференция тегін жүргізу. 45 минуттан аса конференция өткізетін болсаңыз, ол лицензиясын сатып алу керек. Басқа системаларда ол конкуренция болғандықтан, нарық болғаннан кейін бір бәсекелестіп, жарысып, осындай бәйгеге түсіп, әрине, бірақ соған қарамастан Zoom компаниясының бағасы өсіп, ол үлкен стартап болып дамып жатыр.
Оқушылар мен студенттер көп қолданатын аталмыш платформаға қазақстандық мамандардың көңілі толмай тұр. Кибершабуылдарды зерттеу және талдау орталығы Zoom платформасының басты екі қауіпті тұсын атады. Біріншісі, хакерлер платформа арқылы Windows жүйесіндегі құпия сөздерді оңай ала алады. Екіншіден, хакерлер бейнеконференция кезінде камера мен микрофонға қосылып, шектеулерді бұзып кіре алады. Одан бөлек сорақылық та көп. Мәселен, қазақстандық оқушылар Zoom арқылы сабақ оқып отырғанда, олардың мониторларында ұятсыз бейне жазбалар қосылып кеткен. Ко мне поступают обращения. Маған шағымдар түсіп жатыр. Осы жайттарға қатысты ата-аналар алаңдаушылық білдіреді. Telegram, ВКонтакте чаттарына балалар өздері сабаққа арналған сілтемелерін жібереді екен. Содан топ қатысушылар кез келген сабаққа кіріп кетуге мүмкіндік алады. Бірақ түсініксіз, олар Қазақстаннан ба, басқа елдерден бе? Бір анығы, олар мұндай қадамға сабақты әдейі бұзу үшін кірген. Алаңдаушылық білдірген ата-ана ғана емес. Шу шыққалы мәжіліс депутаты Жәмила Нұрманбетова елдегі қашықтан оқу жүйесін сынап тастады. Көптеген мемлекеттік бағдарламаларда осы білім беру жүйесінің мамандарын ақпараттық коммуникативті технологиялар мен ақпараттық ресурстарды дұрыс пайдалануды үйретілуі тиіс еді. Соңғы 9 жылда бұған 72 миллиард теңге бөлінген екен. Оның 30 миллиарды сәтсіз шыққан e-learning атты электронды оқу жүйесіне жұмсалған. Жауапты министрліктердің түрлі уәделеріне қарамастан 2020-2021 оқу жылы басталғалы көріп отырғанымыздай, біз мүлдем қашықтан оқу жүйесіне дайын емеспіз. Ғаламторда елді шулатып жүрген тағы бір жаңа тренд ол TikTok. TikToktың мән-жайын түсіну үшін біз зерттеу жасадық, әуен таңдадық, бейне түсірдік. Иә, қазір жастардың көбі осы әлеуметтік желіде отырады. Неге? Себебі оны пайдалану өте оңай. Қосымшаның ішінде түрлі эффект салуға, монтаж жасауға болады. Қытайлық компания тіпті батыс гиганттары Instagram, Facebook, Twitter дегендерді озып кетті. TikToktың енді жақсы да тиімсіз де тұстары бар. TikTokта маған ұнамайтыны көп, артық бір эмоционалдық көріністер, кейбірде бір келеңсіз жай уақыт алу болып көрінеді. Тиктокерлер таяуда ұлт зиялыларын әжеуалауға тырысып, өз саналарын қаншалықты төмен екенін аңғартты. Әлихан Бөкейхановты, Ахмет Байтұрсыновты, Хәкім Абайды бейнемен келемеш қылуға тырысқандардың әрекетін ақын Серікзат Дүйсенғазы бұл қатардағы бейне жазба емес, ұлтқа қарсы шабуыл деп бағалады. Бір адамдардың жасап жатқан, біздің ұлтқа қарсы жасап жатқан қастандығы деп ойлаймын. Абай атамыз біздің ол маңдайдағы шамшырағымыз, біздің ең басты тұлғамыз, біздің қашанда біздің былай айтқан темір қазығымыз ғой, енді Абайға қарап бағыт түзейміз. Яғни бұл Абайға шабуыл, қазақ ұлтына шабуыл деп қабылдаймын. Абайдың мұрнын кесіп тастау деген сөз, бұл қазақтың мұрнын кесіп тастау. Абайдың көзін шұқу деген, бұл қазақтың көзін шұқу деген сөз. Сондықтан бұл мәселеде оны жасап жатқан адамдар табу керек. Бұл 60 мыңға жуық оқырманы бар Әли Әскер. Бұрын ұлттық қауіпсіздік комитетінде қызмет еткен. Қызметтен кеткелі осы TikTokқа өстеніп жүр. Бұрын құпия қызметте болған азаматтың бүгін жаһанға жар салып TikTok түсірудің мақсаты жастардың арасындағы жын ойнаққа бағыттанғандарды тәртіпке салу. Бұнда көбісі мусор, былай айтқанда мусор. Сол себепті, мысалы, жастардың миы қайда жоқ нәрселермен толып қалуы мүмкін. Сосын көптеген идеологиялар бар бұның арасында. Ол, мысалы, біздер енді мұсылманбыз, қазақпыз, өзге де идеологиялар кездеседі көп. Сондай идеологияларға, мысалы, жастар қарсы тұра алмайды. Ол идеологияны қабылдап қалуы мүмкін. Шешіну, ол болады деген сияқты, ол дұрыс нәрсе деген сияқты. Ондай ұят нәрсеңді көрсету, ол дұрыс деген сияқты нәрселер көп кездеседі, мысалы. Шетелде TikTokқа құмар жеткіншектер педофилдердің құрығына түсіп жатыр. Бұдан бөлек күні кеше Таразда 15-17 жас аралығындағы оқушылар TikTok үшін төбелесіп, бір-бірін пышақтап тастады. Тағы бір қауіпті тұсы, жастар көбіне әуенге іс-қимылдары сәйкес келмесе, бейнелері сәтсіз шықса, ашуға булығып, аса қауіпті әрекетке барады дейді психолог. Біздің балаларымыздың ойлау қабілеті, егер осындай ақпараттардың бәрін біз пайдасыз ақпараттарды қабылдаумен толтыратын болсақ миымызды, және қысқа ақпараттармен толтыратын болсақ, біз үлкен ақпараттарды қабылдауға мүмкіндігіміз шектеліп қалады. Яғни әсіресе балаларымыз кітап оқуға, немесе үлкен бір лекцияларда отырып тыңдауға қабілетсіз болып қалады. Оларды тез жалықтырып жүреді. Қорқынышы осында, бірінші кезекте. Екінші кезекте TikTok түгел қадағаланбайды. Ол жерде де пайдалы дүниені көруге болады, және пайдасыз өте зиян дүниелерді көруге болады.
Бәрін айт та бірін айт, тиктоктың да жырын айт. Мәселенің өзектілігіне қарамастан елде тиктокты пайдаланушылар саны артпаса, азаймай тұр. Атын шықпаса жер өте деген мәтел бүгінгі тиктоктың басты қағидасына айналғандай. Бірақ қызықтың артында қауіп барын қоғам жадыдан шығармауы шарт. Мақпал Сержанқызы, Олжас Берікбай, Бақтияр Омар, мәселе.